Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау біздің расторопшамызда гүлдеп жатыр. Көктемде мен бұның кішкентай кезінде түрін көрсеткенмін. Екеу салғам, төртеу салғам. Соның екеуі ғана шықты. Міне, мынау екіншісі де гүлдеп жатыр. Бұл бүткіл әлем бұны мойындаған бірінші орында тұрған өсімдік бауыр ауруларына қарсы. Оны көп адамдар уже біледі. Бүткіл ғаламтор бұл туралы шулап жатыр. Сол үшін міне көріп алыңыздар, бұл қандай болады. Бұны басқа осы гүлдері ұқсайтын жаңа өсімдік бар, лопух деген дәу жапырақтары бар. Нүген екіншісі чертополох деген, мына жолдың шетінде бір лас жерлерде өседі, ұзын боп. Ол емес, сонымен шатастырып алмаңыздар. Ол екеуі басқа нәрсе, гүлі бірдей болғанымен. Мына гүлінің мына түбінде былай. Түбінде бұның жаңағы несі болады, дәндері болады. Мына әбден үлкен болып піскен кезде мына гүлін шығарып алады. Сол кезде ішінен дәндері шығады. Сол дәнді емдікке пайдаланады. Бірақ та бұның мынау расторопшаны тұтас мына жапырақтарына дейін тұтас пайдалануға болады. Кептіріп, шай сияқты ашқарынға шу уақыт ішеді бұны бір стақаннан жылыдай. Сөйтіп бұл ешқандай зияндығы келмейді. Өте пайдалы шөп. Бауырыңызды тап-таза жаңа туған баладай қылады, Алла қаласа. Осыны ұмытпаңыздар. Қосымша ғаламторға кіріп расторопша деп тағы оқысаңыздар, көп нәрсені біліп аласыздар. Бұны енді жаңағы шөптермен қалай шатастырып алмайық десеңіз, міне жапырақтарын қараңыз. Көрдіңіз бе, міне, мынау аппақ карта сияқты сызып, сүт төгілген сияқты болып тұрған осы. Анау екеуінде, жаңа айтқан екі шөпте, чертополох пен лопухта ондай жоқ. Чертополохтың бойы дәу ұзын болады, сөнеген жапырақтары жіңішке, ұзыншақ келеді. Ол бұған мүлде ұқсамайды. Тек қана гүлдері ұқсағаны болмаса. Сол үшін мұна жапырақтарына қараңыз. Ең бірінші жапырақтарына қараңыз. Жапырақтары осындай сүт төгілген болып, карта сияқты дейін бе, қалай өздеріңізге ыңғайлы өстіп тұрса, значит бұл осы расторопша. Алла бере салған керемет шөп. Бұған енді бас үйге тұратындай шөп бұл. Бауырыңызды қандай керемет емдейді десеңізші. Сол үшін бауырлар біле жүріңіздер. Бауыр емдейтін тек қана осы, енді өте жақсы емдейтін шөп осы болады. Ауырмаңыздар, шөптерді біле жүріңіздер.